Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Міне бүгін балапандарды көшірдім. Балапандардың бәрі уже жем жеп, су ішіп үйренді. Оларға аздап сүзбе, творог и жүгерінің ұнын беріп жатырмын. Арасында ақырындап шұқып үйреніп жатыр. Арасында бір-екеуі слабый болған. Бәрі қазір кішкене естерін жиып жақсы болып қалды үшін. Мұнда ауа температура так 30 градусқа жақын. Мұнда просто лампочканың өзімен 30 градусқа жақын болып тұр ғой. Бағана кәдімгі лампочка қойғам, сары лампочка қыздыратын. Сөйтсем, ішінде 45 градус болып кеткен ғой температура. Сонымен сразу алып тастадым да. Осыны қойып қойдым. Ішінің бәрін ақтап, астына ватин төсеп, міне орналастырдым. Ішін қалай ақтағанын қазір осы видеоға монтаждап салам. Жалпы балапандарда осындай жағдай. Ішінде біреу слабый болған, таппай тұрмын, қай жерде жүрген. Бұрыштап отыр ма? Тамақты дұрыс жемей жүрген біреусі бар тұғын. Қазір қарай. Так, міне. Осы балапан слабый. Құлап қала береді өз. Кеше инкубатордан шыққанда слабый болып шықты. Жемді де аз жейді. Өзім кішкене тамақ беріп, су берген бағана. Көреміз қалай болатын. Атак қалғандардың бәрі жақсы. Жалпы болса қазір видеодан соң монтаждап, ішін қалай ақтадым, бәрін салам. Аман сау болыңыздар. Сіздермен мини фермер көбейіп жатырмыз. Стенасын бәрін осылай ақтап шығу керек. Так, міне осылай ішін бәрін ақтап қойдым. Қазір кепкесін, кешкісін балапандарды осы жерге қоям. Астына ватин төсем, осының бетіне балапандарды қоям.